49 сабақ салауаттылық сабағы. Өлеңнің мазмұнын суретпен салыстырып әңгімелейсің, мақалдың мағынасын ашуды үйренесің. Бірінші, салауаттылық деген сөзді қалай түсінесің? Салауаттылық дегеніміз салауатты өмір салтын ұстану, яғни спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану. Өлең берілген. Салауаттылық деген не? Салауаттылық сергекте, таза жүру өмірде, адамзаттық келбетке дақ түсірмеу тегінде. Бала болма тырысқақ, қылығыңды ел сынар, таза оймен тыныстап, бой қыздырып тер шығар. Салауатты салттығып, таңда жолдың дұрысын, спортпенен жаттығып, жаз денеңнің құрысын. Арасанбай Естенов деген ақынның өлеңін берген екен. Осы өлеңді түсініп оқып, не туралы айтылғанын түсінуіміз керек, яғни салауаттылық туралы айтылған. Біздер салауатты өмір сүріп, денсаулығымызды сақтауымыз керек. Ол үшін спортпен шұғылдануымыз керек екен. Келесі өлеңдегі түсініксіз сөздерге түсініктеме беріп тұр бізге. Сергек деген жеңіл, ширақ, келбет, түр, кейіп, кескін, тырысқақ, қыңыр, ашуланшақ деген мағынаны береді екен. Енді өлеңнің мазмұнын суретпен байланыстырып әңгімеле дейді. Суретке қарасақ, біздер нені көріп тұрмыз? Тоғайды, орманды көріп тұрмыз. Онда ағаштар көп, сондықтан ауасы таза болады. Біздер көбіне орманда, тоғайда жүріп, өзіміздің бойымызды таза ауамен толықтыруымыз керек екен. Енді ақын балаларды қандай жақсы әдеттерге шақырды? Салауаттылыққа, спортпен шұғылдануға, таза ауада көп жүруге шақырды. Суреттен қай баланың денсаулыққа зиянды әдетін байқадың? Қай бала дұрыс отырмай тұр партаға? Дұрыс айтасың, бірінші бала дұрыс отырмай тұр, себебі ол қисайып отырғандықтан оның омыртқасына зақым келеді. Сондықтан біз дұрыс отыруымыз керек. Енді салауаттылықты сақтаудың ережесін құрап жазайық. Бірінші, тазалықты сақтау, дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, дұрыс күн тәртібін құру және көп электронды құрылғыларды қарамауымыз керек екен. Келесі тапсырма. Дені саудың жаны сау деген мақалды қалай түсінесің? Біздің егерде денсаулығымыз мықты болса, жанымыз да тыныш болады, миымыз да тыныш болады және сабаққа деген ынтамыз жақсы болады екен. Сөздерден мақал құра. Өлеңді негізгі ойды мақалмен байланыстыр. Бұл жерде шынықсаң шымыр боларсың деген мақал шығады. Біздер спортпен айналыссақ, денсаулығымыз мықты болады және де көп ауырмайтын боламыз. Келесі, денсаулыққа зиянды әдеттерді жаз. Ұялы телефонды көп қарамау керек, газдалған сусын ішпеу, тез дайындалатын тағамдарды жеу, көп ұйықтау біздің денсаулығымызға зиянын келтіреді екен.